Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Тұсау кесу мәселесі, егер ол ырымға айналып кетсе, ол рұқсат емес. Себебі шариғатымызда ырымның ешқандай орны жоқ. Ырым деген не? Егер осыны істемесем, ол жақсы болмайды, немесе зиянға ұшыраймын, немесе маған пайда болмайды деген ниетпен істейтін болса, міндетті түрде осыны істеу керек. Сондай ырым, яғни содан бір әсер көретін болса, ол ырым болады, шариғатта оны қайтарады, оның түбі ширкке барады. Мынау дәстүр деген не? Ол істесе де істемесе де бәрібір одан ешқандай пайда да зиян да жоқ, бұл тек дәстүр ретінде істейміз. Сондықтан оны істесек те ешқандай бұда пайда жоқ, істемесек те ешқандай зиян жоқ дейтін болса, ол дәстүр мен ырым. Қазір тұсау кесулер көбі дәстүр болып кетті, яғни жақсырақ жүріп кетсін деген ниеттермен. Одан сақ болған жақсы.